Бүгінгі таңда пандемияға байланысты соңғы 2 жылда оқыту онлайн Атамекен Академия порталында жүргізіліп келеді. Биыл тиісті министрлікпен тығыз байланыстың арқасында тағы бір портал қосылды. Енді тек оқыту ғана емес, барлық процесс онлайн іске асырылады. Сабақтардың бәрі 2020 жылдан бастап онлайн түрде жүргізілуде. Бұл біздің тыңдаушыларға өте ыңғайлы, және де карантиндік сақтаулар арқасында адамдар кездеспейді. Онлайн түрде болады, өзінің кез келген уақытында порталға кіріп, үйде отырып па, іс-сапарда жүріп па, смартфон арқылы, компьютер арқылы өздерінің жеке кабинеттеріне кіріп, сабақтарын тамамдай береді, тесттерін тапсырады, өздерінің бизнес-пландарын тапсырады. Бизнес-пландарын біздегі тыңдаушылар өздері жазып, комиссияға жолдайды. Комиссиямыз біздің орталық аппаратта, Нұр-Сұлтан қаласындағы. Егер де комиссиясын 10 баға алынса, олардың қолдарына сертификат, курсты толық аяқтады деген сертификат алынады. Егер де бизнес-планы нашар немесе тамамдай алмаса, онда болса қатысты деген сертификат алады. Бірақ бұл жерде бұлмен шектелмейді. Ол адамдардың өздерінің мүмкіндіктері бар. Қайтадан бизнес-планын жөндеп, қайтадан тапсырып, тамамдады деген сертификат алуға. Тамамдады деген сертификатпен біздің тыңдаушыларымыз несиеге үміткер бола алады, және өздеріңіз білетіндей 200 айлық есептік көрсеткіш грантқа да үміткер бола алады. Мамандар биыл халықты жұмыспен қамту жол картасының аясында несие беру мәселесі шешілгенін атап өтті. Өткен жылдары біз оқытып түлектердің несиеге қолы жетпейтін. Енді Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласынан басқа барлық облыс орталығында тиісті микроқаржы беретін мекемелер құрылды. Оларға қыркүйекте бюджеттен тиісті қаражат бөлінді. Қазір 9 миллиард теңгеге 1600 жоба келіп түсті. Тиісті информ жүйе құрылды. Оның бәрі онлайн қаралады. Түркістан қаласының қазіргі осы экономикалық жағдайға байланысты, құрылыстың қарқынды жүруіне байланысты, Түркістан қаласының тыңдаушылары, үміткерлері, кәсіпкерлері көбінесе техника алады. Түркістан қаласына мал шаруашылығына алуға болмайды, себебі қала болғаннан кейін малдың өзінің жайылым жері болу керек, қорасы болу керек. Қалада ондай мүмкіндік жоқ. Оның орнына техникалар. Және де Түркістан қаласы басқа аудандарға қарағанда бұл жерде сомасы жоғарырақ болады аудандарға қарағанда. Әр несиеге кредитный комитеті ол жеке-жеке қарайды. Себебі бір бизнестер болады, 2-3 айдан кейін өзінің уже несиесін кері қайту төлемдер мүмкіндігі бар. Ал мысалы үшін мал шаруашылығы деген бизнесте оларда әрине келесі айдан бастап қайтарым жоқ қой, пока мал төлдеу керек, көбею керек. Оған 9 айға шейін, 1 жылға шейін каникул уақыттарын береді. Өңірдегі индустриалды аймаққа қазір кеңінен көңіл бөлініп 15 жоба қолға алынған. Түркістан қаласы 3 бағытта дамуда, жалпы кәсіпкерлік саласы қарқын алған. Өңірлік өнімнің де үлесі 30%-дан жоғары. Түркістанда қазірдің өзінде 13 мыңнан астам шағын және орта бизнес субъектісі жұмыс жасайды.